Бәріңізге ассалаумағалейкум. Ежелгі дұшпан ел болмас. Ей көрсоқыр билік, көзіңді аш. Бүгін сенің асыңды ішкен дұшпан ертең аяғыңа түкірмесіне кім кепіл? Өздеріңізде сезіп отырған шығарсыздар. Айтпағым Қытай елшілігі жайында. Қазақстанда митинг орын алса, әскерімізді кіргіземіз деп айтуға қандай қақысы бар? Басқа. Балақтағы биттің басқа шығуына қандай шара қолданамыз ағайын? Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа білген дұрыс ұжымы қандай талаптар қойды? Бұл туралы сұмдық ақпараттарды сізге білген дұрыс. Қытай Халық Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Чжан Сяоның Қытай және Қазақстан әскер аймақ тыныштығын қорғап, ел көлемінде түрлі түсті революцияның орын алуына жол бермейді деген оқыс мәлімдемесі қоғам арасында біраз дүмпу тудырып отыр. Қытай елшінің бұл мәлімдемесін кейбір қоғам белсенділері шектен шыққандық деп қабылдап жатыр. Белгілі журналист Қазыбек Исаның жазуынша бұл қазақты таза басыну. Бұл қалай болған сонда? Қазақстандағы жағдайға біздің ішкісімізге Қытай елінің, оның әскер мен елшісінің не қатысы бар? Әлде бізде бәрін Қытай елшісі шешетін болған ба? Мына біреу еркінсіп кеткен елшінің бұған дейінде біздің елге қатысты төбеден түскендей бірнеше мәлімдемелері ел наразылығын тудырған еді. Енді мынаусы төбеден түскендей емес, төбемізге шыққандай ашық басыну болып тұр ғой тіпті. Өткенде Қазақ үні сайтында жарияланған мақаласында белгілі журналист Өмірзақ Ақжігіт халық көтерілсе біздің билік Қытайдан әскери көмек сұрауы мүмкін деп өзінің болжамын жазған еді. Сонда әй біздің өмекеңді айта береді дегендер де болып еді. Енді міне ондай елімізге зор қауіптің барын анау-мынау емес, Қытай елшісі Чжан Сяоның өзі ашық мәлімдеп берді деп жазған журналист. Қазыбек Исаның айтуынша бейбітшілікті қалайтын елдер бір-бірінің ісіне араласпайды. Яғни елшінің өзгенің елінде отырып бұлайша батыл әрі ызғарлы мәлімдеме жасауы жақсылық емес. Халықаралық қатынастарда бейбіт қатар өмір сүрудің бірден-бір бұлжымас қағидасы бір-бірінің ішкісіне араласпау емес пе? Ал 28 жыл болған Қазақстан мен Қытайдың әскери күштік құрылымдар арасындағы ынтымақтастық шартында біздің мемлекеттің ең басты қойған шарты сыртқы ықтимал қауіптен бірлесіп қорғанудан бұрын ең алдымен ішкі толқуларда Қытай әскерінің күш көрсетуін сұраған секілді ғой. Империялық амбициозды мемлекеттер секілді Қытай әскерінің де аяғы жеткен жерден кейін қайтқан емес. Сонда тақты сақтау үшін елді тәуелсіздікті саудаға салған келісім жасалған ба? Құдай сақтасын. Ал керек болса, бұл өз ұясының қауіпсіздігін балапандарына сенбей айдаһарға сеніп тапсырған көкек құстың тірлігі ғой. Бұған жауап беретін тиісті органдар бар ма біздің елде деп жазған өзінің Facebook парақшасында. Естеріңізде болса, Қытай ұлттық азат етуші армиясының құрылғанына 93 жыл толған мерекесі қарсаңында Қазақстан мен Қытайдың әскери саладағы ынтымақтастығы туралы пікір білдіру барысында Қытайдың Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Чжан Сяо екі армияда мамандармен жиі алмасып, тәжірибе бөлісіп тұрады. Қос тарап осы ынтымақтастықтың арқасында әскери байқаулар мен дайындықтар ісінде үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Қытай мен Қазақстан әскері аймақ тыныштығын қорғап, ел көлемінде түрлі түсті революцияның орын алуына жол бермейді. Қауіпсіздік, қорғаныс, бейбітшілік үшін екі тарап та бір мүдде жолында күреседі деп атап өткен болатын. Бұл видео арқылы көрермендеріміздің қолдауын арқалай отырып, тәуелсіз Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаға, Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрі Қайрат Тілеуберді мырзаға, Қазақстан Республикасының бас прокуроры Ғизат Нұрдәулетов мырзаға және Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетіне де ұлы датымызды жолдаймыз. Жетер! Айдағаны бесешкі ысқырғы жер жаратын есерсоқ Қытай елшісін орнынан алуды талап етеміз. Талабымыз ескерілмеген жағдайда көрермендерімізбен қол жинап, тәуелсіз Қазақстан Республикасының конституциясы бойынша заң шеңберінде елшілікті орнынан алу үшін өзіміз қам қарекетке кірісеміз. Қытайдың пропагандасына, Қытайдың экспансиясына түбегейлі қарсымыз. Бір мемлекет екінші мемлекеттің ішкі саясатына араласуға, оның жеке мүддесіне қол сұғуға қақысы жоқ.
Бұл деген барып тұрған сорақылық. Шәуілдегенгендікте Қытай елшісі қазақ халқынан кешірім сұрасын. Кешірім сұраумен қатар отставкаға кетсін. Құрметті көрермендер, бұл видеомызды барлық әлеуметтік желілерге міндетті түрде таратыңыздар. Бөлісіңіздер. Видеоға лайк басып пікірлеріңізді аямай жаза кетіңіздер. YouTube'тың басты бетіне шығу үшін белсенділік танытыңыздар. Бұл видеоны тікелей атқамінерлер тамашалай алмаса да көлеңкесінде жүріп, шапанының етегін ұстағандар көрер бәлкім. Ұзын құлақтан жетер. Біз бұл бассыздықты құр сөзбен сыбап қана қоймай, іс жүзінде де тосқауыл қоюға мұрындық боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ескерте кетейік. Бұл жерде резонанс тудырып отырған біз емес, бізге қоқан-лоққы көрсеткен Қытай елшісінің өзі. Естеріңізге сала кетсек, Чжан Сяо 2018 жылдан бері Қазақстандағы Қытай елшісі болып тағайындалған болатын. Чжан Сяо үшін өзге елдегі Қытай елшісі қызметі таңсық емес. Ол бұған дейін Украина және Беларусьтағы Қытай елшіліктерінде, сонымен қатар Ресейдің Санкт-Петербург қаласындағы Қытай бас консулдығында қызметтер атқарған. Бұдан бөлек 2011-2013 жылдары Қытайдың Өзбекстандағы елшісі болған. 2014 жылдан бері Ресейдегі Қытай елшілігінде кеңесші уәкіл міндетін атқарған. Бұл Қытай елшілерінің таудай талап қойғандарының тек біреуі ғана. Бұдан бұрынғы Қазақстанда өкілетті елшілік қызметін атқарған Жан Ханғойдың да бетімізге түкіргенін әлі ұмыта қойған жоқпыз. Ұмытпаймыз да. Қытайдың экономикалық басқа да әлеуетін алға тарта келе, виза рәсімдеу тәртібіне қатысты Қазақстан билігіне қоқан-лоққы көрсететін сөздер айтқан. Қазақ билігі кіммен бетпе-бет келіп отырғандарын біле ме? Қытай сіздердің көршілеріңіз. Ол ешқашан қазақтар мен Қазақстанның мүдделеріне қол сұқпады. Осы ұлттың, осы халықтың гүлденіп тұрған шағында да шабуыл жасамаған. Ол Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі. Ол стратегиялық әріптес. Қазір өте маңызды деген сөзді қоса айтып жүрміз. Ал сіздер виза рәсімдеу мәселесінде қорлайтын әдістерге жүгініп отырсыздар деген еді елші Смақ. 3 жылдан бері Қазақстанның азаматтары және ықтияр хатпен жүрген оралман бауырларымыз Қытай Халық Республикасының Қазақстандағы елшілігі мен консулдығының алдына келіп, Шыңжаң лагерінде қамауда отырған туыстарының құқығын талап етіп жүр. Мұны Қытайдың Қазақстандағы елшісі де, консулы да елең қылмайды. Азаматтардың арыз шағымын тыңдамайды. Олардың бұл қылығы қазақ қоғамының ашу-ызасын туғызып, ел ішіндегі саяси әлеуметтік тұрақсыздықтың себебіне айналып барады. Қытайдың Қазақстандағы елшісі Чжан Сяо өзінің осы қылығымен Қазақстан Республикасының заңдарын, атап айтқанда шетелдегі қазақтарды тарихи отанына оралту жөніндегі арнайы қабылдаған көші-қон заңын, сондай-ақ адам құқықтарын қорғау жөніндегі халықаралық конвенцияларды менсінбей аяқ асты етіп отыр. Мен түсінбеймін. Біздің билік неге сонша жалтақ? Жан-жағына жетім қозыдай маңырап, өлі қойдың өкпесіне өлімтік түрмен қарайды. Мені аяшының кейпінде солтүстікте Путин мен оның шовинистері, шығыста Си Цзиньпин бастаған қызыл құрттардың дегенінен шыға алмай отыр. Жалтақтықтың зардабын аз тартып отырған жоқпыз. Бұған бір ғана мысал қылып, сәуір айында жазылған Қазақстан тарапының наразылық нотасына түрткі болған sohu.com интернет платформасындағы мақаласын атау керек. Тарихта Қазақстан Қытайдың аумағына тиесілі болған. Қазақстан Цин империясының вассалы еді деп келтіре келіп, 18 ғасырда жоңғар хандығы құлаған соң қазақтың ұлы, орта және кіші жүзінің аумағы біртіндеп Цин империясына өтті деп сипаттайды. Мақалада 19 ғасырдағы Апиын соғысынан кейін Цин империясы әлсіреп, Ресей Цин империясының жерін иеленіп алды. Сөйтіп Қазақстан Ресейге өтіп кетті. Осылай жер бөлу кезінде теңсіздіктен соң Қытай бірден Қазақстаннан айырылды деген жолдар бар. Ал жазбаның соңында қазір Қытайдың Қазақстанға көп инвестиция құйғаны, Қазақстанда 400 мыңдай Қытай әр салада белсенді жұмыс істеп жатқаны жазылған. Әдетте әлемдегі және Қазақстандағы оқиғаларға қатысты Facebook парақшасында пост жариялайтын Қытай елшісі Чжан Сяо Нұрсұлтанның наразылық нотасы жайлы ештеңе жазбады. Қытайдың Қазақстандағы елшілігінің сайтында да наразылық нотасы жайлы ақпарат жоқ. Қытайдың сыртқы істер министрлігі де қандайда бір ресми ақпарат таратпады. Бұл деген біздің қорқақ, әлжуаз сорлы билікті Қытайдың какой-то елшісінің өзі артына қыстырмау деген сөз. Бізге кімнен үлгі алу қажет? Америкадан. Америкадан. Өздеріндегі Қытай елшілігінің ғимаратын тас-талқан етіп қиратып,
ішіндегі өкілдерін тырқырата қуып шыққандары естеріңізде шығар. Американың сондағы сылтауы елшілік тым құпияшыл болып кетті дегені ғана. Ал бізде ше, сылтаудың көкөз тұрмақ жет аталары келіп тұрса да ләм-мим дей алмай отырмыз. Масқара! Ал Қытай кімнен қорқып ұлы Қытай қорғанын салғызғанын, сол ұлы қорғаннан бері қарай тайраңдай алмағанын өздері ұмытпағаны жөн. Аз қазақ болсақ та құжынаған Қытайда бірлігімізбен, осындай дүрбелеңде жасаған тірлігімізбен тұқырталамыз. Күлтегін бабамның айтқанындай, көктен аспан баспаса, жер айырылып түсіп кетпесе, түрік саған кімнің әлі келеді? Мәтінді оқыған Айдос Оразай, жазған Бағжан Бақбергенұлы. Сіз үшін білген дұрыс.